Айран қоспай, сүт қоспай пирог дайындаймыз. Ол үшін бізге СК брендінің ананасы қажет болады. Суын бөлек ыдысқа алып аламыз. Үстінен қант салып, блендермен жақсылап езіп аламыз. Енді үстіне 3 жұмыртқа, жарты стакан сұйық май қосып, тағы бір араластырамыз. Електен өткізілген 2 стакан ұнды салып, 1 шай қасық разрыхлитель қосып, барлығын жақсылап араластырып, қоймалжың маста жасаймыз. Енді кез келген еске осылай құйып аламыз. 180 градуста 35 минут шамасында қып-қызыл қып пісіріп аламыз. Осындай ананастың суын үстінен қоссаңыз, влажный болып, құрғақ болмай әдемі болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіз. Рецепт ұнаса лайк басып, парақшам пайдалы, тіркелуді де ұмытпаңыз. Достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіз, ас болсын. Қыздар, қалып кетпей, осы хит болып жатқан салатты міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте оңай, әрі түрі де әдемі көрінеді. Ең бірінші қызылшаны суға қайнатып алып, дөңгелетіп кесіп, арасына творожный сырды жағып, бірін үстіне бірін осылай орналастырып шығамыз. Сосын 4 бөлікке бөлесіз. Қараңыздар, осымен салат дайын. Апельсиннің қабығын алып тастап, осылай бөліктерге бөліп, тарелкеге орналастырамыз. Ортасына салат жапырағы, рукколаны қойып, СК брендінің осындай маслинын пайдаландым. Салат жапырағын үстінен қойып шығамыз. Бөліктерге бөлдім. Одан басқа да түнетістерін табуға болады. Салат осымен дайын болды. Рецепт ұнаса сақтап алып, жақыныңызбен бөлісіп қойыңыз. Ас болсын, қыздар. Қыздар, қамыр жаюға ерініп, лаваштан орама жасай салдым. Нағыз үйден жайылған қамыр сияқты болып піседі екен. Жұп-жұқа әдем болып шықты. Ең бірінші салмасы үшін азғантай фарш, одан кейін теркадан өткізілген картоп, пияз, сонымен қоса дәмдеуіш тұз, бұрыш, сұйық май қосып жақсылап араластырамыз. Осымен начинкасы дайын. Барынша лаваштың қамырын алған кезде осындай жұп-жұқа түрін алыңыздар. Сол кезде үйден жайылған қамыр сияқты болады. Арасын майлап, осылай салмасын салып орап, екіге бөліп, листтерге орналастырдым. 45 минут пісіріп аламыз, қыздар. Бетін майлауды ұмытпаңыздар. Сонымен қатар сіздерге рахаттанып отырып ішетін шайдың рецептін ұсынамын. Бұл жерде лимон, апельсин, имбир, нават және қара шай қосамыз. Мен кениялық, сейлондық байджи қара шайын осылай пайдаланамын. 45 минуттан соң дәл осылай әдем болып піседі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Нағыз үйден жайылған жұп-жұқа орама болып шықты. Рецепт ұнаса лайк басып, парақшам пайдалы, тіркеліп алыңыз, жақыныңызбен де бөлісіп қойыңыз. Бүгін сіздерге котлет жасаудағы құпиялармен бөлісемін. Бұрын-соңды жасай алмай жүрсеңіз, осы рецептпен жасап көріңіз. Ең бірінші нанды жібітіп аламыз. Қара нан болсын, қатқан нан болсын бола береді. Петропавловский сүтінен алып, осы сүтке 20 минуттай жібітіп аламыз. Ыдыстағы фаршқа нанды сүтінен сығып қосасыздар. Сосын пиязды теркадан өткізіп алдым. Қатты суын қоспай қойыңыздар. Жұмыртқа және де дәмдеуіштер салып, жақсылап араластырамыз. Міндетті түрде осылай ұрғылау керек. Сол кезде котлеттеріңіз езілмей, күшті болып піседі. Формаға келтіріп, үстінен сармай қойып, осылай 10 минут пеште, одан кейін фольгамен тағы 20 минут пісіресіздер. Қараңыздаршы, осылай өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Шашырамай, тура кафедегідей болып піседі. Рецепт ұнаса лайк басып, парақшама тіркеліп, жақындарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Рамазан айы жақындап қалды. Кешкі асқа не жасаймын деп ойланып отпай, осы рецепті сақтап алыңыз. Өте дәмді, әрі тез дайындалады. Алдымен котлетін дайындау үшін тауықтың төс еті, пияз, тұз, бұрыш және кинза, нан талқанын қосып, жақсылап араластырып, осылай ұрғылаймыз. Осындай формаларға келтіріп алып, қызып тұрған табаға майымызды құйып, екі жағын қып-қызыл қып қуырып аламыз. Ал енді подливкасын дайындаймыз. Пиязды қуырып, болгар бұрышын салып, помидор салып араластырып, үстінен котлетті саламыз және соусын дайындаймыз. Соус дайын болғанша осы рецептке қолданған әдемі ыдыстардың барлығын Посуда парк дүкенінен алдым. Дәл осы хит болып жатқан Васила фирмасының 6 адамға арналған наборы, 5 түрлі расцветкасы бар. Бағасы 35 мың теңге. Одан бөлек үйге қажетті, ас үйге қажетті түрлі заттарды Посуда парк дүкенінен таба аласыз және дәл осындай акциядағы қамыр илегішті бар болғаны 12 мың теңгеге алуға болады. Парақшасына өтіп тіркеліп алыңыздар. Соусы дайын болды. Үстінен құйып, бетін жауып, 20 минут бұқтырамыз. Ал гарнирге күріш пен вермишельді қуырып, осылай бұқтырып алдым. Өте күшті болып шығады. Подливкасы да сочный болып шықты. Рецепт ұнаса лайк басыңыз. Посуда парк дүкеніне тіркеліп алыңыз. Түрлі акциялар болып жатыр және де жақыныңызбен бөлісуді ұмытпаңыз.